Екінші сабақ. Абай мұражайында. Сабақтың мақсаты: сурет бойынша баяндау, сұрақ қойып жауап беру, сауатты жазуды үйрену. Бүгін біз сендермен Абай Құнанбайұлының мұражай үйіне саяхат жасаймыз. Сегодня, ребята, мы с вами сделаем небольшое путешествие в дом-музей Абая Кунанбаева. Будьте очень внимательны. Абай Құнанбайұлының мұражайы Семей қаласы, Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Дом-музей Абая находится в Восточно-Казахстанской области в городе Семей. Мұражай екі қабатты. Үлкен. Ішінде экспонаттар көп. Қазір біз сендермен қысқаша сол ішіне тоқталып өтеміз. Мына суретте мұражайдың алдыңғы кіреберіс жағы. Өздерің көріп отырғандай, Абай Құнанбайұлының ескерткіші де бар. Мұражайдың іші қонақ бөлмесі, гостиная. Демалатын орны, место, где он отдыхал. Абай Құнанбайұлының бейнесімен тоқылған кілемдер, ковры с изображением Абая Кунанбаева. Это подарки от разных областей к 150-летию Абая Кунанбаева. Жұмыс орны, рабочий кабинет. Жеке заттары, киімдері, кітаптары, суреттері қойылған зал. Енді мәтінге тоқталайық. Бұл Абай мұражайы. Это музей Абая. Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай великий казахский поэт. Мұражайдың айналасы таза. Вокруг музея чисто. Гүл мен ағаш көп. Много деревьев и цветов. Абай мұражайы екі қабатты. Музей Абая двухэтажный. Мұражайда Абайдың шығармалары, кітаптары, суреттері, заттары бар. В музее Абая есть его книги, произведения, рисунки и личные вещи. Мұражайда экспонат көп. Сұрақтарға жауап бер. Бұл кімнің мұражайы? Бұл Абай Құнанбайұлының мұражайы. Мұражайда не бар? Мұражайда суреттер, шығармалары, кітаптары, жеке заттары бар. Мұражайдың айналасы қандай? Мұражайдың айналасы таза. Енді, балалар, мына суреттерге тоқталып өтейік. Біз сендермен бұл атақты тұлғалармен 3-90-да таныстық. Әрқайсыларының естерінде деп ойлаймын. Мы, ребята, с вами с этими великими личностями знакомились в 3-й четверти. Думаю, каждый из вас помнит о них. Бірінші суретте кім деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Бірінші суреттегі Шоқан Уәлиханов, тұңғыш ғалым. Екінші суретте Абай Құнанбайұлы, ұлы ақын. Ыбырай Алтынсарин, тұңғыш ұстаз. Және Бауыржан Момышұлы, батыр. Ұлы отан соғысының батыры. Ал ең басты сұрақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша, бұл кімнің мұражайы? Бұл Абай Құнанбайұлының мұражайы. Биыл мемлекетіміздің
түпкір-түпкірінде Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы аталып өтілуде. Сендер де, балалар, бұны біле жүргендерің дұрыс. В этом году, ребята, во всех уголках нашего Казахстана празднуют, отмечают 175-летие Абая Құнанбаева. Вы тоже это должны знать.